бабаларымыздың басына зиярат қылып шықтық, Құран бағыштап, Алла Тағала жатқан жерлерін жайлы топырақтарын торқайды. Жұмақтың бір бақшасынан айтсын дейміз, осындай жерге келген кезде түсінесің. Отырып ой келді да. Сонша жанталасып өмір сүріп жатырмыз, дұрыс. Бірақ артыңнан жақсы із қалдыратындай өмір сүру керек екен, жақсы сені еске алатындай өмір сүру керек ау деймін да. Өйткені мына жерде жатқан Қожа Ахмет Яссауи бабамыз, Абылай хан, Қазыбек би бабаларымыз, қаншама би болыстарымыз ел басқарған. Алла нәсіп етіп, осындай бір жерде бәрі бір жерде жатыр. Қаншама адам келіп Құран бағыштап артынан жақсылықтарын еске алып жатыр. Адамда тән мен жан болады. Тән азығы да маңызды, жан азығы да маңызды. Бірақ қайсысы жоғары тұрады деген кезде қарасаңыз, енді осыдан-ақ түсінесіз. Жан азығы өте маңызды екен. Сенің жаныңның өлмейтіні, келіп артынан Құран бағыштап дүниеден тәнің өтіп кетсе де, тәнің өлгеніңмен жаныңның өлмейтіндігі осы жерде өте түсінікті деп ойлаймын. Өйткені келіп әрқайсымыз Құран бағыштап, олардың жатқан жерлері жайлы топырақ торқа болсын деп, ар жақтағы өмірінде ойлап, ар жақтағы өмірде жақсы болса екен деп, бәріміздің қайта-қайта келуіміз, өткендерімізге Құран бағыштауымыз, ас беруіміз, артынан садақа беруіміз, бұл адамның жанының мәңгі екенін, өлмейтінін, мына дүниемен кеткеннен ана дүниеге барып, ол жақта да өмір бар екенін, ол жақта да жаныңның рахатта болу үшін артыңнан осы дүниеде бір жақсы із қалдыруың керек екен. Сен жақсылықпен еске алып, артыңнан Құран бағыштайтындай, сенің жақсылығыңды айтып, саған сауап жолдап тұратындай өмір сүру керек екен. Бір түсінесің да. Алла қайырлы жақсы өмір берсін, артымыздан жақсы із қалдыруды нәсіп етсін.